Минералды шикізат базасының сарқылуы, өнеркәсіп инфрақұрылымының тозуы, технологиялық проблемалар, әлемдік нарықта шикізат пен негізгі металдар бағасының құбылмалығы, жасанды материалдардың пайда болуы, экологиялық талаптардың күшейтілуі. Халықаралық ғылыми тәжірибелік геотехнология 2013 конференциясына қатысушылар тау-кен өндіру өнеркәсібінің осы және өзге де ғаламдық әрі жергілікті деңгейдегі проблемаларын талқылады. Конференцияны салалық министрліктер мен ұйымдардың қолдауымен Қазақмыс тобы ұйымдастырды. Біз жер қойнауындағы ресурстардың күн сайын азайып бара жатқанын жақсы түсінеміз. Біз оны қорғап сақтап қалуымыз қажет. Әлемдегі кен өндіретін 10 мемлекеттің қатарына кіретін Қазақстан өз қорын сақтап қалу үшін пайдалы қазбаларды өндіру мен дайындаудың жаңа дәстүрлі емес жолдарын табу керек. Заманауи технологияларды пайдаланып, міндетті түрде экологиялық талаптардың сақталуы мен шығынды азайту жолдарын қарастыруымыз қажет. Осы мақсатта көздеген Қазақстандағы салалық институттар мен қауымдастықтар тау металлургия саласын дамытудың 2030 жылға дейінгі жоспарын әзірлеуге кірісіп те кетті. Для решения поставленных задач бастапқы сатыда алған қойылған міндеттерді шешу үшін қолданыстағы өндірісті оңтайландырып, саланың институционалды негізінің жаңа элементтерін жасауға, қолда бар кәсіпорындарды жаңғыртуға күш салуымыз қажет. Келесі кезеңдердегі міндетіміз жаңа өндіріс орындарын пайдалануға беру. Должны быть сосредоточены на успешном завершении и вводе в эксплуатацию новых производств. Қазақмыс сарапшыларының пікірінше тау-кен өндіру саласы үшін маңызды бағыттардың бірі кеннің жылжу аймағында жер қойнауында жатқан кенді өңдеу туралы ақыл кеңестер алу үшін ғылыми зерттеулер жүргізу, тұрақсыз аймақтарда камера аралық кентіректерді қайта пайдалануға мүмкіндік беретін технологияларды жасау және алдағы уақытта да инновациялық технологияларды дамыту. Қазақмыс тобы тау-кен өңдеу кешенінің басшысы осы жерде 70 жылдан астам уақыттан бері игеріліп келе жатқан бірегей жезқазған кенішіндегі қорды қайта пайдалану тәсілдерін мысал келтірді. Добыча руды в основном ведется кен негізінен камералық бағанды жүйе мен ашық кеніштердегі кентіректерді қайта пайдалану жүйесінің негізінде өндіріледі. Камералы бағанды өңдеу жүйесінің артықшылығы көп, соған қарамастан оның бір кемшілігі бар. Бұл жүйемен өндіру барысында қордың 30-40% кеніштерде жоғалып кетеді. Соңғы жылдары кеніштерді дамыту жоспары түбегейлі қайта қаралған болатын. Жаңа пайдалану стратегиясының мақсаты руданы қайтарып, тұтастай өндіретін технологияларды іздестіру және енгізу болып табылады. Целью новой стратегии отработки является изыскание и внедрение технологии по добыче руды целиков в виде возврата из потерь. Инновация мәселесінде нақты іске көшу үшін мемлекет қазақстандық жер қойнауын пайдаланушыларды айналымдағы ақшаның 1%-ін инновацияларды дамытуға жұмсауды міндеттеу мәселесін қарастырып жатыр. Бұл бастаманы көтерген индустрия және жаңа технологиялар министрлігі арнайы заң жобасын әзірледі. Жоба авторларының айтуынша, инновациялық әзірлемелер бірінші кезекте пайдалы қазбалар өндіру секторына қатысты болмақ.